«Думай и богатей» деген кітапты оқып, негізі бір 4-5 кәсіптің түрін жазып шыққан шығар негізі. Кондитерлік өнімдер жақсы табыс табуға болады. Негізі қорықпай бастау керек деп ойлаймын мен. Біраз жерден алдандым, біраз жерден ақша жоғалттым. Маған негізі оған дейін көп кәсіп ашамын деп енді неше түрлі істі көрдім, қарсы болатын негізі бастапқыда. Менің жасап жатқан дүнием енді андай ерекше болғаннан кейін сұраныс өте көп. Біреулер тастап кетеді ғой, мысалы бір рет дұрыс емес болып қалғаннан кейін тастап кетуі мүмкін. Бірақ менде ондай бір көп артық ақша болған жоқ. Біздің жұмыс ол өте қиын. Кез келген затқа 100 сағатыңды бөлсең, сен сол жұмысыңның ас маманы болып шығасың дейді. ТММ командасына өте көп алдандым мен. Продюсерлерге көп алдандым. Қазір енді оборотқа шығып, тұрақты клиенттеріміз бар. Сәлем достар, Бақ Кезетте әдемі подкаст. Ал менің бүгінгі әдемі қонақтарым кәсіпкер қыздар Диана Әбдіғалиева және Мадина Жантуова. Қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Қош көрдік. Әдемі подкаст атауы. Енді қыздар сіздерден сұрайыншы, әдемі деген сіздер үшін қандай ұғым, қалай елестетесіздер? Мадина, сізден бастаймыз ба? Қайсыңыздар? Екеуміз де әдемі болып па? Қайсыңызға қарарымды білмей отырмын ғой. Әдемі сіздің ұғымыңызда. Менің ұғымымда бастысы табиғи бір әдемілік деп ойлаймын. Мен өзім андай гүл жасап, шоколадтан андай әдемі өнімдерді жасағандықтан мен өзіме прям әдемілік деген өте бір маңызды роль ойнайды. Сондықтан әр бір заказды, әр бір өнімді солай бір ерекше немен дайындауға тырысамын. Ал Диана, сіздің ұғымыңызда әдемі деген қалай елестетесіз? Менің ұғымымда әдемілік ең бірінші жан дүниесінен басталатын шығар. Яғни ішкі рухани әдемілік болса, адам көркем мінезді болса, ол да бір әдемілік. Ішің жалпы әдемі болса, сыртың да әдемі болады деп ойлаймын, солай түсінемін өзім жалпы. Енді сіздерді кәсіпкер деп айтып жатырмын. Екеуіңіздің де өзіндік кәсіптеріңіз бар, соларға тоқталайық. Диана, сіз қандай кәсіппен айналысасыз, не істейсіз? Мен жалпы шұжық өнімдерін жасаймын. Шұжық, одан кейін ысталған өнімдерді жасаймын. Жұмысым жалпы сол, шұжық өнімдері. Енді бұл іске қашан келдіңіз? Неге шұжық өнімдері? Енді қыздарға түрлі кәсіптер бар екенін білеміз ғой. Бірақ көбінесе бір ер адамдар айналысатын сияқты көрінеді да, сондай бір белгілі кәсіпорындарда. Шұжық жалпы мен 1 жыл бұрын бастадым. Бастапқыда балаларым үшін бастадым деп айтсам болады. Себебі жаңа магазиннің шұжықтарын қазір Инстаграмда көп қой, неше түрлі видеолар түсіп отырады. Жаңағыдай тауықты толықтай салып жіберіп жатқан сүйегімен, несімен. Сол себепті алмаймыз деп шештік, бірақ балаларға түсіндіре алмайсың ғой, оны жеуге болмайды деген жегісі келеді. Бала тұрмақ келе өзіміз пицца жасағанда да шұжық қосамыз, салаттарға шұжық қосамыз. Солай келдім, жалпы балаларым үшін бастадым. Кейін сұраныс пайда болғаннан кейін сөйтіп сатылымға өзімізге үйде мини цех ашып, сол кішігірім. Үйден аштыңыздар кәдімгі? Иә, үйден кішігірім солай сатып бастадық. Ал Мадина ханым, сіз жаңа әдемілік дегенде әрбір затты әдемі жасағанды жақсы көремін деп қалдыңыз. Өз өнімдеріңізді мен білсем, қазіргі уақытта тренд болып жатқан, әсіресе жас жігіттер болсын, көбірек қыздарына сол бір нені сыйлыққа бергісі келетін шоколадты құлпынай деп жатырмыз, одан бөлек шоколадты құрма шықты. Қазір сізде бір сол секілді өнімдер бар. Оны да жасадыңыз. Оны да жасадым. Бұған не себеп болды келуіңізге? Сол кездегі трендтар ма әлде қалай? Мен өзім колледжға оқуға түскен кезде, мектепті бітіре салып, колледжға емес, мен кондитерский цехқа оқуға түстім. Үйде анаңыз біреу айналысты ма, бала күніңізден өзіңіз? Мен өзім бала күннен пісіруге, именно кондитерлік салаға өте қатты қызығамын. Сол жерде жұмыс істедім, оқыдым, үйрендім. Ары қарай менің өз анам бухгалтер, есепші. Ары қарай ол кісі қарсы болды. Зарплата болу керек, диплом болу керек. Онымен мен кондитерлік тірлігімді тастап кеттім.
Бірақ үйде өзіңіз жоқ, мен сондай өзімізге дайындайтынмын. Былай заказға неге дайындаған жоқпын. Тапсырыс қабылдаған жоқпын, қалдырып кеттім. Біраз салада өзімді іздедім. Бухгалтер болып жұмыс істедім, ұнаған жоқ. Бір күнімен бір компьютердің алдында, менікі емес екен. Бір 4-5 ай жұмыс істедім да, ол жерден шығып кеттім. Ары қарай қазір прям мода болып жатқан курстардың біразын оқып тастағам. Бірталай курстарды, трендтегі бірталай курстарды оқыдым. Біраз жерден алдандым, біраз жерден ақша жоғалттым. Үйде, соның бәрі үйде отырғанда, 2 балам бар. Жарнаманың бір несі болыпсыз ғой сізде? Жарнаманың әдемі жарнаманың құрбаны болып. 2 балам бар, үйде отырып қосымша табыс көзін іздеген болатынмын сол кезде. Декреттік демалыста болдыңыз ба ол кезде? Иә. Мен осы байқаймын, қыздар қауымында декреттік демалысқа шықса бітті, кәдімгідей басқа бір қырлары, сырлары ашылады. Үнемі ана бір тоқымаған, тікпеген дүниелерін қарасаң, бір шебер болып шығады, осындай бір сыры бар екен декретке шыққан. Мен негізі үйде отырып, ешқайда шықпай табыс табамын деп ойлағам, бірақ біраз алдандым, енді шыны керек. Ары қарай жаңа айтқандай өзімнің кондитеркама айналып келдім. Ол кезде уже торт емес, бір ерекше бір дүние жасағым келді. Содан шоколад өнімдеріне қызығып бастадым. Алдындары бір жерден көрдіңіз ба шоколад өнімдерін, әлде жай Корей несін көп қарайтын, насадкамен, кәдімгі креммен гүл жасағанды. Мен алдын торт жасағандықтан, тортты жаңағы белковый кремдермен, насадкамен сәндейтінбіз гүлдермен. Ойланып, не істеп, андан көріп, мынандан көріп, солай өзімнің бір ерекше дүниемді жасадым десем де болады. Шоколадты гүлдер насадкамен жасалынады. Оны мен авторлық құқыққа тапсырып, авторлық правамды алып алдым. Мәссаған. Не деген пысық, не деген мықты кәсіпкерсің. Содан үйде тапсырыс қабылдап, Инстаграмнан жасап бастадым. Ары қарай ұсыныс көп болды. Атауын қалай қойдыңыз? Атауы не деп айтамыз? Біз мысалы тапсырыс берген адамдар жай ғана интернет желісінен, әлеуметтік желіден көруі мүмкін ғой. Шоколадные цветы деп қойдым, бірақ Инстаграмда бізде Chocolate Flowers деп аталады. Әдемі естіледі ғой, әдемі естіледі, ерекше жаңағы, ағылшын тілде болғаннан кейін. Алдында үйде жұмыс жасап отырдым. Ары қарай уже сұраныс болды. Сұраныстан кейін көп кісілер үйренуге талпыныстар көп болды. Үйретіңізші, көрсетіңізші, қалай жасайсыз деп. Содан солай бір кішігірім студия, кондитерский студия аштық. Үйден аштыңыз ба сізде? Жоқ, үйден емес. Диана кәдімгі үйдің цехта болған сияқты. Жоқ, мен үйден емес, мен өз арманым болатын, сондай бір кондитерский студия, сондай бір цех ашқанға. Сондай бір әдемі жерден әдемі бір студия ашып алдық. Сол жерде қазір... Сөйтіп әдемі подкастқа келіп, әдемі әңгіме айтып отырмын. Сол жерде қазір шоколадты гүлдер жасаймыз. Қазір хит болып жатқан зефирный гүлдерді жасаймыз. Шоколадты өнімдер барлығы қолдан жасалынады. Конфеталарды аэрографпен бояймыз. Кейде болады кисточкамен бояймыз. Өзіңіз бояйсыз барлығын, иә? Сізден бөлек қанша адам жұмыс істейді жаныңызда? Менің қасымда негізі 2 қыз бар. Объем прям көп болатын болса, қасыма көмекшілер шақырам. Былай сәндейтін, әрнейтін несін бәрін өзім жасаймын. Ол өз идеяңыздан туындап жатқан дүние ғой, бір жерлерден көресіз, енді қарайсыз. Мен шетелдің кондитерлеріне қараймын. Сол жақтан идея іздеймін, сосын өзімнің идеяларым туындайды. Олардың бәрін біріктіресіз. Соның бәрін біріктіріп, солай бір әдемі дүниелер шығады. Көбіне қазір мына тойдың сезоны басталып жатыр. Тойға, тойбастарға. Оған да жасайсыздар, тойбастарға. Сіздер тойбастарға шұжық тапсырыспай ма? Асталған мысалы қазы істейді, бірақ жаңағы корзинамен подарок ретінде алатындар бар, жаңағыдай құдасы деген сияқтылар бар ғой, корзинаға сөйтіп алады шұжықтарды. Енді шұжық қазы, асталған қазы өнімін жасап шығарасыздар. Сіздің цехыңызда, кәсіпорныңызда қанша адам жұмыс істейді? Мен өзім негізі үлгеремін, жаныма бір помощница бар, бір көмекші қыз, сол в основном екеуміз жасаймыз. Нешеден нешеге дейін жұмыс істейсіздер сонда? Енді жалпы қыз балаларына қазіргі уақытта қыз балалар кәсіпкер
қыз келіншектер өте көп. Иә. Әсіресе бір жеңіл желпі кәсіп талмайды ғой. Қиын сияқты қарап отырсаң. Соны жүк қылып алып алады да, бірақ керемет жетістікке жетіп жатады. 2 адам жеткілікті ма? Шұжықты жеткілікті. Негізі 4-5 сағат жасалады. Одан кейін коптильняда пісе береді, оны арасында қарап қана тұрасың. Былай кешке дейін жанында жүресің. Дұрыс болу керек. Этаппен соны қарап отырасың. Таңғы 9-дан дейін жоқ жұмыс сондай. Ал өнімдерді қайдан аласыздар? Енді біздікі таза өнім деп жаңа айтып қалдыңыз ғой. Иә, халал деп атағаннан кейін, халал негізі мал дұрыс сойылғаннан басталады. Сол өзіміздің фазенда бар, сол жерден малдарды сойып етті алып келеміз. Содан бастап таза өнім солай шығады жалпы. Жолдастарыңыз бар ғой, иә? Иә. Көмектесе ма ол кісілер? Иә, көмектеседі. Қай жағынан көмектеседі? Маған негізі оған дейін көп кәсіп ашамын деп енді неше түрлі істі көрдім, қарсы болатын негізі бастапқыда. Кейін осы сіз жарнаманың құрбаны болған жоқсыз ба? Мен жарнаманың құрбаны болған жоқпын. Мен негізі тоже зефир көп нәрсені оқып көрдім, бірақ ол менікі емес. Ол маған ұнамады, иә. Одан кейін шұжыққа келгеннен пісіріп көрдім. Бастапқыда күйеуіме айтқан жоқпын курс алғандығымды. Пісіріп көріп, дәмін көргеннен кейін. Ол курс кәдімгі біздің Қазақстанда, иә? Қазақстанда, Ресейден, кейіннен уже рецепттарды жинадым, иә. Сөйтіп, бастапқыда пісіріп бергеннен кейін уже көрді, расымен жақсы екен, иә, дәмді екен. Содан кейін сол коптильня алайық, давай дальше жаса, тоқтама деп. Негізі сол күйеуімнің қолдау, иә. Одан кейін доставка Алматы қаласы бойынша күйеуім. Жеткізу қызметі. Оған күйеуіңізді алған жоқсыз ба жұмысқа? Жоқ, өзінің жұмысы бар, өзің заңгер болып жұмыс жасайды, негізі жұмысы бар, бірақ арасында сол апаршы деп сөйтіп көмектесіп. Құжат жағынан болсын, ешқандай қиындық жоқ екен ғой, енді жолдасыңыз заңгер болса, заң жүзінде барлығын рәсімдеп. Иә, сертификат толықтай жаңағы. Енді кәсіпкер қыз келіншектерге бұл ретте жолдасының да көмегі ерекше екенін көріп отырмыз, осы ретте. Балаларға кім қарайды? Балаларға енем бар, көмектеседі енем толықтай. Бір жылдың ішінде бір есеп болды ма, мынанша өнімді шығардық, өткіздік деген секілді? Жоқ, ондай толықтай есеп жоқ, жүргізілмеді. Көбінесе тапсырыстар қай жерлерден түседі сонда? Көбінесе осылай Инстаграм арқылы. Сіз де сол әлеуметтік желіні пайдалана отырып, иә, толықтай рекламадан көреді. Қазақстанның барлық өңірлерінен бар ма сатып алатындар, әлде қалай? Біз енді таза өнім болғаннан кейін сақталу мерзімі ұзақ емес, сол себепті алыс жерлерге жібере алмаймыз. Неше уақыт сақталу? 2 апта. Жаңағы магазинде айлап жата алмайды. Сол өзімізге осы Алматы облысы, Тараз, Шымкент, Тараз, Шымкентке такси үнемі жүріп тұрады ғой, сөйтіп көлік қатынасы жақын жерлерге жеткізуге болады. Үнемі жүріп тұрады ғой көлік. Соған салып жібереміз, өздері күтіп алады, солай. Кәдімгі сенімді түрде алып, иә? Енді бұл жерде де адамдардың бір-біріне деген байланысы, сенімі деп айтуға болатын шығар. Жаңа ысталған қазы туралы айтайықшы. Қазы жегіміз келіп кетті мына жерде, бірақ өкінішке қарай Диана бізге алып келмепті. Біз білмей қалдық қой. Мадинаға рахмет, өзінің өнімін алып келген осы ретте. Жақсы, Диананың ысталған қымызында, шұжығында жей жатармыз алдағы уақытта. Ол қымызды, ысталған қымызды жасап шығару идеясы, қазына, иә. Сол пайдалы болғаннан кейін шұжықтың арқасында туындаған идея ма? Иә, ол кейіннен негізі ойластырдық. Жаңағыдай қалада, Алматыда отырып, ошақта мысалы тамақ пісіре алмайсыз ғой, енді ошақтың дәмімен. Жаңағыдай ысталған қазыны салсаңыз, сол ошақтың дәмімен керемет болып шығады. Сондай бір идея келді, ыстап сату деген. Одан кейін ол идея өзіңізден келді ме, жолдасыңыз, енеңіз? Жалпы базардан көріп, мен неге маған да жасап көрмеске деген ой келді. Сосын Инстаграм желісін пайдаландыңыз. Иә, сөйтіп жасап бастадық. Атауы қалай аталады? Кәсіпорынның, цехтың атауы таза өнім емес шығар енді атауы, иә, белгілі бір. Иә, Инстаграмда дәмді деп басында сөйтіп бастадық, содан кейін сөйтіп қалды. Дәмді десе өздері шұжық екенін, тәтті екенін тауып алады дейсіз ғой, иә. Енді сіз тәттілермен айналысып жатсыз ғой. Қазіргі уақытта жаңа айттым, өте бір трендке айналған шоколадты құлпынай болды, иә. Оны да жасаған шығарсыз, әлде жасайсыз ба? Әлі де жасаймыз, иә. Сұраныс қалай? Сұраныс өте көп.
әлі де көп. Маған бір белгілі бір уақытта ғана бір хит болып тренд болған сияқты көрінді да, одан кейін оның орнын құрма алмастырды, шоколадты құрма. Одан кейін қазір анар да шығып жатыр, иә, қателеспесем. Анар да шығып жатыр, бірақ клубниканың орнына әліге дейін ештеңе баспады. Құрма, иә, Рамазан айында жақсы болды, иә. Бай бізде көбіне клиенттеріміз ер адамдар бәрі үйреніп алғанда тек қана клубника, сосын уже біз айтамыз да, осылай шоколадты гүлдер бар, алып көріңіз. Зефирді айтамыз. Иә, зефирді айтамыз, шоколадты гүлдерді айтамыз. Бізге клубника ол клиент алып келеді. Ары қарай өз өнімімізді ұсына береміз. Өйткені біздікі әлі жаңа өнім болғаннан кейін көп адам білмейді, оны инстаграмға біз салғанмен оны шоколад екенін көп адам түсінбейді. Оны кейбір адамдар біз неге де шықтық ярмаркаға шыққанда көп адамдар оны не деп ойлапты, сабын деп ойлапты. Осы уақытқа дейін сабын болушы еді ғой, содан кейін сабын деп ойлаған екен. Менде ол шоколадты гүл көрмеген сияқтымын, есіме түсіре алмай отырмын. Иә, бізде ол беру керек маған. Бізде ол жоқ. Не үшін шоколад деп осылай бір шығарып жатқанымыз, гүл аласыз сол бағаға, ол бір күн, екі күн әрі кетсе бір апта тұрады. Мен осы ретте келіспеуім мүмкін деп ба? Әрбір қыз енді гүлді жақсы көреді, ол шоколадты гүлде артықты кетпейді негізі, қыздарға. Бұл жерде тәтті әрі әдемі гүл. Бізде жаңағы алған ер азаматтар айтады, қызым дейді, алғаннан кейін жеуге прям қимай отыр. Бағасы қалай енді? Қолжетімді ма алуға? Енді оның еңбегі бар, сатып алатын өніміңіз бар деген секілді ғой. Кәдімгі букет гүлдердің бағасын ұстап отырмыз. Нарықтағы бағаны ұстап отырмыз, иә. Иә, кондитерлік өнімдер қазіргі уақытта өте жақсы дамып жатыр, иә. Тіпті бренд болып атын қалыптастырып алғандар да бар, бәсекелестік өте жоғары. Иә, солай ғой. Иә, клубникаға келетін болсақ, клубнайға қарағанда өте көп, бірақ менің жасап жатқан дүнием енді андай ерекше болғаннан кейін ондай бір әрбір адам өзінің өмірі ерекше деп айтуы мүмкін, иә. Диана да қазір менікі ерекше дейді, ұсталған жаңағы қазіргі өзіне ерекше. Қазір 30-дан астам шәкіртім бар. Әр өңірде, иә, олар? Алматы қаласында? Алматыдан, Астанадан келіп арнайы осындай офлайн сабақтан өтем деп негізімен басқа қалаларға онлайн сабақ беруші едім. Семейден келді, Тараздан келді. Адаспасам, осылай келіп, көзбен көріп, үйреніп кетейік деп естеген. Қазір Тараз қаласында жақсы өтіп жатыр, Астана, Тараз. Нарыққа ілесу үшін, жалпы бәсекелестерден озу үшін не істеу керек, қандай идеялар керек? Енді бәрібір күнделікті дамып жатыр ғой, әртүрлі мен мысалы құлпынайды, шоколад болсын, трендтен де қалмау керек, өзің брендіңді қалыптастырып алу керек, не істеу керек ол үшін? Менің ойымша бір ерекшелік болу керек. Сіз клиентке, осындай бір ерекше бір зат ұсыну керексіз да, например, құлпынайды барлық жерден ала алады. Бізде гүлді ұсынсақ, уже басқа не болады. Құлпынай емес, онда гүл жасап беріңіз деп. Осылай бір ерекше дүниені айтсаңыз, и клиентке қалай бір пайда жағын айтсаңыз, ол кісі міндетті түрде алады. Сондықтан барлық кәсіпте мен ойлаймын, сондай бір ерекше бір не болу керек. Табысқа жету қаншалықты оңай деп ойлайсыздар бұл салада, өздеріңіздің салаларыңызда? Енді кәсіпкер ретінде мүмкін сіздер сияқты өз кәсібін бастағысы келетін, шұжыққа болсын, жаңа ұсталған қазыны, сол өнімді жасап көрсем екен, мүмкін жақсы кәсіп болар, пайда алып келер дейді. Кондитерлік өнімдерде жақсы пайдасын беріп жатыр қазіргі уақытта. Не істеу керек? Негізі қорықпай бастау керек деп ойлаймын мен. Жаңағыдай ары қарай не болады демей, Аллаға тапсырып, қолынан келіп жатса, Аллаға тапсырып, қолымнан келеді деп, сондай жақсы оймен келу керек сияқты меніңше. Енді кәсіпкер деп айтып жатырмыз ғой, кәсіпкер қыз келіншек ретінде сіздердің өмірлеріңізде қандай да бір қиындықтар болды ма, осы кәсіп саласында болсын? Кейде қолды бір сілтеп, қажеті жоқ деп тастап кеткіңіз келген деген сияқты, мысалы, жаңағы трендтан да қалмай, өнімдеріңіздің де өтуіне ерекше
үлес қосуларыңыз керек, сіздің нан тауып отырған кәсібіңіз болғандықтан. Сізде болды ма? Енді 1 жыл ғана болды, иә, ашылғаныңызға? Осы 1 жылдықтың ішінде қиындықтар болып? Ондай бір қатты қиындық болды деп айта алмаймын. Негізі сүйіп жасасаң, негізі қиындықты аттап өтіп кете бересің деп ойлаймын негізі. Жаңа жарнама жәрмеңкелерге шығып, өз өнімдерін өткізе бастадым дейді. Сіз шығып тұрасыз ба жәрмеңкеге? Сіз де өз өніміңізді ұсынасыз, иә? Жәрмеңкеден жақсы пайда табуға бола ма, әлде әлеуметтік желі ме екен? Пайда көзі қай жағында екен? Бір күн, 2 күн сатып солай кетесің ғой. Ал былай менде мысалы үнемі уже постоянный клиенттер бір рет алып көргеннен кейін үнемі заказ беріп отыратын. Сол Инстаграм арқылы көріп келгендер ғой негізі көбінесе. Енді жақсы кәсіпті бастадыңыз, алдағы уақытта бір бизнес жоспар деп жатамыз ғой, сондайды құрып, бұл цехты үлкейтсем екен, үйден емес, енді сырттан ашсам екен деп жоспарлаған шығарсыз? Иә, ойда бар барлығы. Шамамен қандай болуы мүмкін? Қанша адам жұмыс істеуі мүмкін Диананың кәсіп орнында? Қалай дамытуы мүмкін бір орында тоқтап қалмас үшін? Жалпы енді біз бастапқыда кірген кезде жаңағы үй жағдайында таза өнім деп келгеннен кейін негізі соны сақтап қалғым келеді да, андай цех жасап, сондай емес. Қоспалар емес, нағыз таза өнім. Таза, иә. Сонысын негізі сақтап қалғым келеді көбіне. Ал сізде қандай қиындықтар болды кәсіп кезінде? Қазір кәсіпкер қыз-келіншектер тыңдадым ғой, осы әдемі подкасттың кезінде. Барлығын айтатыны, білмеймін, мен бір қатты қиналмаған сияқтымын, жақсы көріп істесең болды дейді. Ол қалай, ол бизнес болғаннан кейін, ол кәсіп болғаннан кейін белгілі бір деңгейі болу керек қой. Жоқ, мен қиналдым. Соны айтыңызшы, қалай қиналдыңыз, ол тығырықтан қалай шықтыңыз? Себебі қазір сіздің салаңызда бір белгілі бір жетістікке жеткісі келетін қыздар тыңдауы мүмкін. Тыңдайды, сондықтан сол қиын жолдардан шыққаныңызды айта кетсеңіз. Үйде жасаған кезде менде шоколад өнімдері болғаннан кейін менде температура болу керек. Белгілі бір температура болу керек. Сондықтан мен көп ойланбай, негізі басында ойландым, қорықтым, бірақ уже помещениеға іздеп, солай студияға шығып кеттім, иә. Бірақ менде ондай бір көп артық ақша болған жоқ. Содан басты қорықтым, жеткізе алмай қалам. Инстаграмды жүргізудің өзі оңай емес, иә. Таргет деп жатамыз. Таргет дейміз, мобилографы бар, таргетологы бар, SMM бар, олардың бәрі ақша төлеу керек. Сол жағына мен кішкене басында қиналдым. Аренда, помещение аренда бар. Жалға беру. Иә, жалға беру керек. Ай сайын прям келіп тұрады. Тез өтіп кетеді ма? Тез өтіп кетеді, иә. Аренда төлейтін кезде, иә, басында кішкене қиналдым. Қазір енді оборотқа шығып, тұрақты клиенттеріміз бар, тұрақты. Жолдасыңыз жақсы көмек берген шығар енді, сол уақытта. Иә. Сол кісілердің қолдауын айтып қояйықшы, әйтпесе жігіттер қауым бізге ренжіп жүреді. Тек қана қыздар ғана, өздері ғана жетістікке жеткен сияқты көрінеді деп, бірақ артында оның жолдасының арқасында сондай бір студия ашып, сол жерде осылай бір үлкен кәсіп қылып не істегенге, сол кісінің арқасында. Ол қиындықтардан қалай шықтыңыз? Иә, кәсібіңізді бастадыңыз, өнім жақсы өте бастады. Пайда табыс көзін қалай таптыңыз мысалы? Жеңілген сәттерде болған шығар? Иә, әсіресе осы қыс мерзімінде, январь-февраль кезінде прям мертвый сезон дейді ғой, сол кезде жаппай көпшілігі болатын сияқты. Иә, сол кезде біз январь-февраль прям қатты кішкене қиындау болды. Бірақ енді 14 февраль, 8 март өзіндік бір маусымдық кезеңдерінде шығарып алдыңыздар ма? Сол нені шығарып алдық, иә. Сосын менде қиыншылық жағы болған бала-шағадан қатты қиналдым. Кейде болады жаңағыдай үлгере алмай қалатын кездер. Уақыт өте тығыз. Мен жұмыста болмасам, ол бәрібір болмайды менсіз. Кейде болады, бала ауырып қалады, қасында бола алмай қаласың, ол саған звондайды, қашан келесің деп. Вот сол кезде ойлайсың, маған не керегі бар, тастап жауып бәрін үйде бала-шағаның қасында отырсам депші. Бірақ ол жақсы көріп тұрған кәсібіңіз ғой енді. Жақсы көріп тұрғаннан кейін қанша еңбек бар ол жерде, қанша уақыт кетті, қанша сондай бір немен жеткеннен кейін уже сосын барып ойлайсың, жоқ, мен ары қарай. Жалпы кәсіпті табыс табу көзі деп қарау керек пе, әлде сүйікті ісің деп па? Сүйікті ісің деп қарау керек. Сол кезде ғана жетістікке жетуі мүмкін. Ал сіздің ойыңызша ше, Диана? Меніңше де солай бастапқыда негізі балаларыма деп басталғаннан кейін мен қазір де солай да, иә, жақсы көріп, жаңағыдай басқаларға ұсынған кезде де балаларыңыз таза өнім жесін деп сондай мен келе жатырмыз да. Жалпы сіздің салаңызда осы
кәсіппен айналысатын қыз келіншектер бар ма? Қарап зерттеп көрдіңіз ба? Олар не істейді екен, қайдан алады өнімді, олардың артықшылығы неде деген секілді. Бар, иә. Көп пе? Мысалы мен шұжық өнімдерімен айналысатын, шын айтсам, мұндай кәсіпкер қыз келіншектердің бар екенін біле бермейді екен. Негізі бар, бірақ бір үлкейтіп масштабқа жетпеген шығар көбісі. Былай үй жағдайында өздеріне деген сияқты. Бірақ жалғастырып жатыр, иә? Бірақ иә, бар бастап жатқандары. Қайдан оқып білуге болады, мысалы, сол шұжық өнімдерін жасауды? Қайда оқыдыңыз? Қай жерден білім алдыңыз? Тәжірибе қайдан келді? Негізі, иә, барлығы тәжірибемен келеді ғой, біріншіден. Бір 2-3 айдың ішінде жаңағыдай брак болып дұрыс емес болғандары да болады, дұрыс пісірмей қаласың. Иә, бар, әрине бар, иә. Сол жаңа айтқан қандай қиындықтары болды? Оны ол ұмытылып кетті, шыны керек. Ондай кездер де болды. Көбінесе Ресейде негізі көп жаңағыдай, жаңағы копчение, соның барлығы сол Ресейде ұсталған өнімдер, сол жерлер жақсы оқытады. Одан кейін Ақтауда негізі ұстазым сол Ақтауда. Сол кісіден негізі Қазақстанға бірінші болып шұжық алып келген кісі негізі сол кісіден үйреніп. Ол кісінің себебі бар болып тұр ғой. Иә, солай қарап, сол кісіні көріп жүріп, кейіннен осылай бастаймын деп шешім қабылдадым. Негізі Қазақстанға бірінші болып шұжықты алып келген сол кісі. Ол кісіден үйреніп, қазір өзімізде ұстаз болып, басқа қыздарды оқытып отырмыз. Көп па оқып жатқан қыздар? Қызығушылық танытқан ұлдар бар ма? Менде бар. Сіздерде бар, сізде де бар. Кондитерлік өнімді. Керемет. Иә. Қанша шәкірт деп айтайын енді? Қазірге 16. Осы демалыстарда тағы да келеді. Офлайн оқытпайсыз? Онлайнда оқытамын, бірақ көбісі офлайн көзбен көріп, ұстап көрген деп, жаңа өзіміз жасап көрген деп солай сұрайды көбісі. Олардан сұрайсыз ба, жалпы табыс көзі ретінде келесіңдер ме, әлде жақсы көріп пе осы істі деп? Бұл да бір кәсіп қой енді. Сұрамаппын. Ал сіз ше? Маған кәсіп ретінде келеді. Кәсіп ретінде өзің жақсы көрген іс ретінде, иә? Кәсіп ретінде келеді, үйде отырған аналар келеді. Маған 63 жастағы бір ер азамат келді. Үйде ол кісі бірақ үйде андай бір қатты бір табыс табамын емес, өзіне ұнайды екен ол кісінің, сондай бір қызығушылық танытып, осылай бір ерекше бір зат жасағысы келген кісі екен. Өте жақсы, өте бір тамаша шықты. Мен ойлайтым, үйрене алмайтын шығар деп офлайн оқыды ол кісі. Өйткені біздің жұмыс ол өте қиын, нәзік, бір андай нерв керек оған, шығармашылық керек. Иә. Сондай бір не болғаннан кейін, ана кісі маған қазірлерде андай суретін несін жіберсе, прям андай күшті болып қаласыншы, ойламағам. Басында маған осылай хабарласып оқимын деген кезде мен отказ берген болатын. Неге? Қиын болды ма ол? Сізде жарнаманың құрбаны болып кетпесінші деп ойладыңыз ба? Иә, андай бір үйрете алмай қалам ба, әлде ол кісі андай бір ер адам болғаннан кейін үйрете аламын ба, жасы үлкен кісі болғаннан кейін біраз ойландым. Сосын жоқ, мен оқимын, мен көремін дегеннен кейін, бірінші күн сабаққа келген кезде кәдімгідей несі бар, икемі бар. Тамаша, иә, міне жігіттерде. Одан кейін жас бір жігіт келді. Ол өзі андай не екен, художник, скульптор. Суретші, иә? Суретші. Бірінші күні, бірінші сабақтан ақ өте күшті шықты, гүлдері жасаған. Қазір ол жігіттер кәсіп ретінде жалғастырып жатыр, иә? Жоқ, ол жалғастырып жатқан жоқ қазір. Онда андай бір не пайда болды, қыздың кәсібі деп. Сондай бір ой пайда болған. Мүмкін айналасындағылар әсер еткен шығар. Бәріміз қыздар ғой жүрген. Иә, мысалы мен де жаңа шұжық жасаймын деген кезде бір ер адамдардың жұмысы сияқты көрінеді, енді оған дейінгі процесс бар ғой, неше түрлі. Сондықтан да қыз баласы болып Дианаға қалай болды екен деп сұрап отырғанымыз ғой. Ешқандай жоқ, негізі қиыншылығы жоқ. Жоқ. Бірақ енді аспаз жұмысы бір әйел адамдарға ғана тән сияқты көрінуі мүмкін. Шұжық деген кезде мәселе айтып отыр, ол асханада істейтін қыздардың жұмысы ғой деп ойлайтын шығар. Қазір негізі кез келген кәсіп ер адам, әйел адам деп бөлінбейтін сияқты. Әйелдер де түрлі кәсіптерде жетістікке жетіп жатыр ғой. Осы кәсіп саласындағы әйелдер туралы сөйлесейікші. Қандай нақты кәсіпкерлердің жұмыстарын қарап отырасыздар, өздеріңізге бір инсайттар алып отырасыздар ма? Өз салаларыңызда болсын,
болмаса басқа салада мүмкін бұл саладан бөлек басқа кәсіппен айналысып көремін деген ойлар болды ма? Жоқ, менде Менде басқа жоқ. Мен менде ойлар көп болды негізі, иә. Неше түрлі кәсіпті, күйеуіме неше түрлі кәсіпті айтып көрген шығармын. Кәсіпкер қыз-келіншектер көргенде өзгере бастайды ма? Негізі, иә, негізі кітап көп оқу керек деп айтқым келеді қыздарға. Көп оқыңыздар, көп ізденіңіздер. Жаңағы «Думай и богатей» деген кітапты оқып, негізі бір 4-5 кәсіптің түрін жазып шыққан шығармын негізі ойша. Сөйтіп осы шұжыққа келдім. Әлі де болашақта, иә, ойлар бар. Бұнымен тоқталмаймыз. Кәсіп ашамын деген қыздарға кітап оқуға кеңес бересіз ба сонда? Ал шұжық Өз саласы өздерін негізі, жалпы шұжық емес, негізі өз өздеріңізді іздеңізді, иә, дамыту, ізденіс. Жалпы біз жаңада айтып жатырсыз ғой, декретте отырып, өз өзімізді табамыз. Декретке дейін жаңағы басқасы жұмыс жасайды, басқа деген сияқты уақыт болмайды да, иә. Жаңа өз өзіңмен қалуға уақыт болмайды екен да. Күнделікті жұмысқа барып келесің, күнде сол өзіңде сондай бір қасиеттер бар екенін білмей жүретін шығарсың. Декретте отырғаннан кейін жаңағыдай іздене бастайсың, не істесе болады, үйде отырып шаршайсың. Сөйтіп осы шұжық саласына, ұсталған қаз саласына келдім дейсіз ғой. Иә. Бұдан бөлек тағы да кәсібіңіз бар ма, әлде осы әзірге? Жоқ, осы әзірге. Өзгертер болсаңыз, қандай кәсіпке барар едіңіз? Көп екенін білемін, иә, қазір кәсіптің түр-түрі көп, ананы істеп көрсем, мынаны істеп көрсем. Бәрібір сол тамақ саласында деп ойлаймын. Жалпы ойластырып жүрген ойымда бар. Енді уақытынан бұрын айтудан қажет жоқ деп ойлаймын, бірақ тамақпен байланысты, иә. Ал сіз сияқты осы бір шұжық саласында болсын, кәсіпорын цехта ашамын дейтін таза өніммен, иә, қыздарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Неден бастау керек? Неден бас тартпау керек, не болмаса? Белгілі бір қиындықтар болды ғой, олардан қалай өту керек? Иә, айтуға оңай, бәріне дайын болу керек деуіміз мүмкін. Дегенмен де сіздер ішкі кухнясында жүрсіздер ғой, сондықтан тереңірек түсіндіріп айтып берсеңіз. Жақсы да болады, жаман да болады, негізі жаңа бірақ болады. Сондай кезде енді расымен біреулер тастап кетеді ғой, мысалы бір рет дұрыс емес болып қалғаннан кейін тастап кетуі мүмкін, бірақ тоқтамай негізі кез келген затқа 100 сағатыңды бөлсең, сен сол жұмысыңның ас маманы болып шығасың дейді да. Тоқтамай жасай беру керек деп ойлаймын мен. Ал өнімді қайтарып берген кездер болды ма сізде? Жоқ. Сізде болды ма? Жоқ. Болмады ма? Қатты ойланып қалдыңыздар ғой? Жоқ, Ал сіздің ойыңызда бұдан бөлек басқа кәсіпті игеру деген жоқ па? Иә, өте тамаша. Кондитерлік сала, қыздар үшін болсын. Басқа бір кәсіпкер қыздарға, келіншектерге қарап, мүмкін мен де осыны жасап көремін деген секілді. Әзірше жоқ. Осы саланы ары қарай жалғастырып, физический точка ашқанға прям сондай бір не болып жүр. Торговый центрлардың ішінде Островок секілді бір нені ашқанға. Алдағы жоспар сондай, иә, сізде? Иә. Өйткені көп адам жаңа доставкамен заказ береді, менде шоколад өнімдері, иә, қол өнері болғаннан кейін оның ішінде қанша түрлі начинка, көптері в наличии сұрайды, алыс болады кейбіреулерге. Сол үшін сондай бір торговый центрдің ішінде дайын тұрған сондай бір қолжетімді бір ой болып жүр. Қазір 3 адам, иә? Жеткізу қызметі? Жоқ, жеткізу бізде бөлек, клиенттің өзі. Байланысты. Алдағы уақытта ол сандар көбеюі әбден мүмкін. Дегенмен де 2 адамды болсын, 1 адамды болсын, қазір бір жылдың ішінде де жұмыспен қамтуға тырысып жатсыздар. Алдағы уақытта кәсіпорындарыңыз үлкейіп жатса, цехтарыңыз үлкейіп жатса, онда жұмыссыздық деген осы еліміздегі осы бір мәселеге үлес қосатындай ондай бір деңгейге жетсек, иә. Іздену барысында жаңа айтып жатырмын ғой, енді кондитерлік сала бір нәзік, әдемілікті қажет етеді, иә. Қай жерлерден білім алып, өзіңіздің тәжірибеңізді өсіру үшін қай жерлерден ізденесіз? Енді ол бір Қазақстан ішінде тоқтап қалмау керек қой. Мен негізгі сол шоколаде несін, кәсібін Россиядан оқыдым. Ресейден оқыдым. Және шетелдік Францияның кондитерлеріне өте қатты қараймын. Сол жақтан енді тәттінің жалпы отаны Швейцария деп жатамыз ғой, иә. Сол жақтан жаңа идеялар. Франция бар. Иә, жаңа идеялар, сондай бір нелерді. Арманым енді сондай бір Седрик Короле деген бір үлкен бір не бар. Соның сабағына бару или хотя бы онлайн сабағын көру деген бір арман болып жүр. Кітабының өзін табу өте қиын екен. Кітабының өзі прям 250-300 мың теңге тұрады екен.
алайын десем де табылмай жатыр. Иә, менде өз кәсібін жақсы көретін сізге риза болып отырмын. Ал сіз қандай кітапты оқып жүрсіз қазір енді? Қазір Марғұлан Сейсенбаевтың кітабын қазірше сол оқып жатқан кітабым. Бизнесқа байланысты. Иә, сонымен сіздің кәсібіңізді бастағысы келіп жүрген қыздарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Не нәрсеге дайын болу керек олар кәсіп бастауда? Шығын жағынан ең бастысы. Көп шығындалдыңыз ба? Мен көп шығындалдым. Шамамен алып қарағанда. Ол қаржылық сауаттылыққа байланысты болды ма, әлде кәсіпті білмеуден ба? Қаржылық сауатты болғанда мен андай адамға көп сеніп қаламын да, тез сеніп қаламын. Сіз болғансыз, бірақ ойланып отырмын, қалай қаржылық сауаттылық? Жоқ, қаржылық сауаттылық бар, бірақ менде андай бір не да, адамға тез сеніп қаламын. Алданып қаламын. Біз жаңағыдай әсіресе осылай SMM командасына өте көп алдандым мен. Продюсерлерге көп алдандым. Осылай айтады, барлық жұмысты біз өзіміз жасаймыз, SMM бәрін өзіміз жасаймыз, мобилография, таргет не жағынан. Мен түсінгенім, басында ондай команда жалдаудың қажет жоқ. Иә, осы кәсіпті ашам деген қыздарға. Иә, өте қатты бір менің сондай бір қателігім сол болды. Одан мен тағы да бір неге алданып қалдым, жаңағыдай SMM бәрін жүргізіп береміз деді, договор ештеңке алған жоқпын. Келісімшарт құжат түрінде барлығы болу керек дейсіз ғой, иә? Құжат, келісімшарт болу керек, и алдын ала ақша төлемеу керек. Иә, SMM жағынан алдын ала төлем жасаудың қажет жоқ. И арендаға шығуға, жалға алуға асықпау керек, үйден бастау керек. Несі торт андай нелерді жасауға болады. Шоколадты да негізі үйде жасауға болады. Если андай бөлек комнатаны қойып, солай бастауға болады. Енді менде обучение болғандықтан маған шығу керек болды жалға. Өйткені мен үйге шақырып, ол оқыта алмаймын ғой. Сондықтан маған шығу керек болды. Арендаға жалға шығу керек болатын болса, онда бастапқысында кішкене арзандау жерді таңдау керек. Одан гөрі жаңағы сіздің жасап шығаратын затыңыздың бағасына, сапасына ерекше көңіл бөлу керек шығар, иә? Сапасына көңіл бөлу керек. Кішігірім алып, солай бастау керек. Мен басында... Бәрден үлкен заттан бастадыңыз ба сіз? Мен үлкен заттан бастадым. Менде тағы да бір қиыншылық болғаны, керекті заттар бізде Алматыда, Қазақстанда жоқ. Бәрін Россиядан заказ беруге тура келді. Кейде болады, менде сол жаңағы бірінші ретте мастер-класс өткізетін кезде маған керекті заттарым Россиядан келіп үлгермей қалды. Менде уже барлық дайын, демалыс күні өткізу керекпін, менде заттарым жоқ. Сол кезде эмоционально қатты қиыншылық болды, и отказ бергем барлығына. Кәдімгі кондитерлік өнімді жасамайын деп бастаттыңыз ба? Иә, одан да бастаттым. Обучение өткізбеймін деп. Жоқ, бәрі жақсы болған деп күшті айтып отыр едіңіз, менің ортасында бастатқан кездер болған. Сол кезде обучениені тоқтатып тастаймын деген шешім болған. Өйткені вовремя келіп үлгермеді, мен мына жақта адамдардан предоплата алып қойғанмын уже. Өзімді прям қатты жаман сезінгем. Мен өзім андай асығыс жұмыс істейтін адам, асығыс бір сондай не да, сол үшін жұмыс бастайтын кезде айтатын асықпау керек екен, бәрін түгелдеп алып, мен сол жерде қателігім, жаңа доставкам келіп үлгермей, мен уже даталарды қойып тастағам да. Қыстың күні болды. Енді кәсіпке алғаш келіп жатқандықтан мүмкін ондай нелерден өту керек шығар, қиыншылықтан. Иә, өту керек. Қазір сіздің айтып отырғаныңыз басқа кәсіп бастаймын деген қыздарға сабақ болуы мүмкін. Иә, сондай қиыншылықтар болған. Ал табыс көзі қалай? Енді сол жағы да қызықтыруы мүмкін біздің тыңдармандарымызды. Қаншалықты жақсы табыс табуға болады екен бұл салада? Табыс бір төлемдерді өтей алады ма, қанағаттандыра алады ма сізді? Енді қазір жақсы көрсең, әрине айтуы мүмкін. Жақсы көрем ғой бұл саланы деген сияқты, иә. Бірақ дегенмен де қазір нарық заманында, бәсекелестік заманында, ақша керек уақытта бәрібір жақсы қомақты қаражат керек табыс көзі. Табыс жағынан кондитерлік өнімдер жақсы табыс табуға болады. Өйткені ол жерде выручка дейміз ғой, выручка жақсы қойылады.
ең бастысы үйде отырып істейтін болса табыс жақсы қалады. Жаңағы мен жалға төлемейді, зарплата төлемейді, SMM мобилографтар толыққа кетпейді. Бірақ онсыз да қазір болмайтын. Онсыз да болмайды, бірақ енді үйде жасайтын болса ақырындап өзі жасауға да болады. Мен өзім қазір сондай бір неге келіп жатырмын. Мобилографияны SMM-де оқып алып өзіңіз? Өзім былай не істегенге, өйткені өзің сияқты бәрібір ешкім жасай алмайды. Оның өзі бір лишний расход болады. Тағы да бір андай өзіңе керекті адамды таба алмайсың да. Мен өзім уже қанша SMM-де қанша таргетолог тауыстырдым. Көңілімнен шықпайды. Бастаған кезде саған прям андай уәделерді береді да, осылай жасаймыз, андай қыламыз, мынандай қыламыз. Уәделерге де алданып қалмау керек. Иә, алданып қалмау керек. Ал Диана ханым, сіз уәделерге алданған кездеріңіз болды ма? Жаңағыдай мобилограф, SMM деп айтып жатыр. Менде өзімнің қайын сіңлім таргетолог SMM. Сіздерде отбасылық бизнес отырсам, иә? Жоқ, өзі жұмыс жасайды енді. Сол маған көмек ретінде бастапқыда сөйтіп бастады. Сонымен қалды солай. Сол қыз жаңағы реклама барлығын жібереді. Таргетке салып, таргет барлығын сол. жұмысыңыздың жарты бөлігін Иә, негізі жаңағы инстаграмға әдемілеп салу, енді продажа ғой, ол да сат алу, иә. Ол сатылымды жаңағыдай әдемі болу да бір өнер, солай түсіріп, сол инстаграмды қайын сіңлім жүргізеді. Кәсіпке келемдейтін қыз-келіншектер жалпы не нәрсеге дайын болу керек екен? Енді бала шағасы болатыны белгілі, одан бөлек психологиялық тұрғыдан болсын. Сіздерде бәрі оңай болған сияқты айтып отырсыздар да қазір. Психологиялық жағынан дайын болу керек негізі. Мүмкін Диананың енесі жаңағы отбасылық жағы жақсы көмектескен сияқты, сондықтан жоқ, бәрі жақсы деп күшті отыр ғой. Жоқ, қиыншылықтар болады, әрине балалардың ауыратын кезі болады, өзің ауырып қалған кездер болады, қолың тиме кетеді. Жан-жаққа үлгеру керек қой енді. Түнделетіп ұйықтамай түнімен жасаған кездеріміз де бар, иә, оның барлығы. Соны айту керек қой, Диана. Иә, түнге таңғы 4-5-ке дейін ұйықтамай жасаймыз, болмаса ерте тұрып кейіннен сол жаңа Марғұлан Сейсенбаев деп кітабын оқып жатырмын дедім ғой. Сол кісіден негізі таңертең ерте тұру керек деп сөйтіп қазір ерте тұрып жасайтын болдық, түнделетіп жасамай. Ал сол өнімді шығаратын затты қайдан аласыздар жалпы? Материалды болсын? Колбасаның өзінің магазиндері бар, осы Алматы қаласында. Сол жерге барып, толықтай жаңа сыртында оболочкасы, шектері барлығы сол магазиндерде сатылады. Құрылғыларын? Иә, сол барлығы сол жерде сатылады. Алып бастауға болады. Яғни жалпы түсінген бойынша шұжық болсын, ысталған қазыны болсын, жасап шығарғысы келетін, осыны кәсіпке айналдырғысы келетін қыз-келіншектерге бір аса артық қиындық жоқ сияқты. Енді екі жағынан болмаса, менде бірден цех болып кеткен жоқ қой. Мысалы, бастапқыда минималь жаңа ручной шприц кішкентай ғана. Үйден бастадыңыз. Иә, үйден кішкентай ғана болып басталды. Оның барлығы уже өзінің ақшасы жиналып, содан кейін біртіндеп алынған заттар. Айналымда ақша жүре бастағаннан кейін барып, иә. Бірақ бастап көруге болатын. Бастап, аздаған шығынмен бастап, одан кейін табысқа шыққаннан кейін бірақ алса болады. Табыс көзі қазір жақсы шығар, иә? Сұраныс артқан сайын. Сізде де солай ма? Шәкірттеріңіз қалай жұмыс істеп жатыр ма қазіргі уақытта? Енді шәкірттеріңіздің өзі қазір кәсіпкер қыз-келіншектер болуы әбден мүмкін. Олар да енді осы саланы алғаннан кейін жақсы табысқа шығады. Ұстаздан шәкірт озат деген жақсы сөз бар ғой қазақта. Ондай болды ма? Шәкірттеріңіз озып кетіп кәдімгідей әлеуметтік желілерде болсын кеңінен өнімдер танымал болып жатқан? Менде не болды? Семейден келген қыз, соған қарап не істедім, жаңағыдай бәрін дайындап, брендированный лента, стикер бәрін дайындап, солай жасағанда соған риза болдым. Өзінің брендін қалыптастырып солай бастады. Солай бір жақсы жұмыс бастады. Иә, жалпы бұл салаларда болсын, екеуміздің айтып отырған, сіз тәтті өнімдерді шығарасыз, сіз ағзаға қажетті, енді қазы деген ерекше ғой. Таза өнімдерді мүмкіндігінше шығарып, пайдалы, дәмді өнімдерді ұсынып жатсыздар ғой. Бірақ енді тәтті кейде шегінен шығып кетсең, ол да болмауы мүмкін, денсаулыққа зиян келуі мүмкін. Дегенмен де сіздердің кәсіптеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет осындай әдемі подкастқа келіп әңгіме айтқандарыңыз үшін.
тағы да айтылмай қалған дүние бар еді дейтін болсаңыздар, біз де тыңдауға дайынбыз. Өзі кондитерлік салада қыз келіншектердің тағы да ұғынуы керек не нәрсе бар? Қиналмастан бастау, жақсы көрсе, кәсіпті бастау деп жатырмыз. Кондитерлікте бізде мен байқағаным, бәрінде бір зат. Прям барлық кондитерде бір затты ізделеу керек. Тек шығармашылық, әдемілікке мән беру керек. Енді әдемілік деп дәмін жеміп кетпеу керек шығар оны? Шетелден кішкене қарау керек. Мен қараймын, бір кондитер торт жасаса, басқа кондитерлер бәрі сол тортты қайталайды. Украшение жағынан ше. Ондай емес, әркім өзінің бір ерекше затын ойлап табу керек қой. Өзінің брендін ойлап табу керек. Өзінің брендтен бұрын өзінің почерк дейміз ғой, сондай бір несін. Иә, сондай нені ойлап табу керек. Шұжықта қалай болар екен деп ойланып отырмын. Шұжықпен ұсталған қазыда. Бізде де солай ғой. Қазір мысалы шұжық кірді, например, шұжықты көп адам жасап жүр. Мен ұсталған өнімдер ұсынып жатырмын деген сияқты. Жаңа өнім енгізу керек. Жаңа өнімді күтеміз ба сізден енді? Иә, бұйырса. Рахмет, көп осылай подкастқа келіп әдемі әңгіме айтқандарыңыз үшін, жалпы кәсіпкерлік салада жүрген сіздер сияқты қыз келіншектер көп болсын. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған кәсіпкер қыз келіншектер Диана Әбдіғалиева және Мадина Жантурова. Рахмет көп. Аман сау болыңыздар.